Евровидение 2016 ярышының ғалибы аққанда весиқалы фильмны Киевде тақдим еттілер. Мөлев режиссеру и свет журналисты Элен Йонсон қайд еткені кебім ғалипнің 1944 еріндан файдаланып, дүнияға Қырым татар халқы аққанда 44 сенесі сүргінлігі ве Русия ишғалі шарайтлерінде халқының яшайшы аққанда икее етмеге тырышты. Фильмны чықармақ үшін ишғал етілген Қырымға барып келген еді. Фильмны енді свечеде көстерділер. Мектеп талебелері оның тарих дәрслерінде бақты. Режиссер фильмнің Украин телеканаларында көстерележегіні үмітіні білдірді. Для меня было очень важно показать. Бүгін Қырымда Қырым татарларының вазиетіні көстермеге менің үшін пек мұйым еді. Чүнки бұл бір цикл кеби илерілей. Бізден лаф еткен бір инсан шымды Қырымда екінші сүргінлікнің олаятқаныны айтты. Фақат бұл девамлы ағыр сүргінліктір. Такий дуже глибокий. Пектерин бұл фильм олды, оны бақында ағла едім. Режиссер мені тік ярышта іштірақ еткен ержі кебеді гілді, бұл ярышға yolымны ғалибе қазанмақ арзумының неге бағлы оғаныны көстермеге тырыштым. Бұл фильмде біз ғалибеге инанылмас авесіні көре білеміз.